Армысыздар. Бүгін енді осы Магнум бойынша 10 шақты күн шу болып отыр ғой, сосын өзімде біліп, өзімнің көзқарасымды айтып өтуге және сол күрес шовинизм мен мәңгүрттікке, қазақ тіліне қарсы, сыйламайтындарға қарсы қандай шара қолдануға болатынын айтып өткім келеді. Міне қараңыздар, мына екі өнім алдым. Біреуі жаңа Беларусь сүті, Яс Беларусь деген, және екіншісі коктейль сүт өнімдеріне жатады. Енді оның неге мен алғанымды есептесеңіз, міне қарсысында көріп тұрсыз ба, Магнум бар. Дәл түбімізде қалай екіншісі Смол. Сол молға бардым. Соны қарасам, жаңағы Магнумда адам жоқ, тірі жан. Өзі қара көздеріміз тұр, недендей. Кассада күзетші деген сияқты. Үндемей барып қарап алып кеттім. Біріншісінің міне қараңыздар. 15 сәуірде уақыт өтіп кеткен, бүгін 21 сәуір. Ал екіншісінің мынау маркировкасы жоқ, яғни өнім шығарушы кім, сол қазақ тілінде болу керек, мемлекеттік тілде. Ондай жоқ. Жан-жағын қарап шығыңыздар, түбінде, үстінде деген сияқты. Енді соны жаңа прокуратураға шағым жіберем, өзі бөліп жүрер. Екі орган бар, біреуі, яғни тұтынушылардың құқығын қорғау комитеті, яғни ол бұрынғы СЕС-қо былай айтқанда, және метрология стандартизация бойынша. Тек қана айып салуды ғана қоймай, мысалы уақыт өтіп кеткен тауардың кафе, магазиндерге сатып жүріп, парзанға қайта неге болмас үшін алдыртып, бәрін кәдімгі публичный просроченный товарларды жойғызуды талап етем. Ол бір. Сосын Магнумда шында да бағалар, акциялар жүріп жатыр, бірақ енді стандарттық затты біреуін қарап көрдім. Пепси-кола 2 литрлік 765 теңге. Біз мына көрші жеке магазиннен аламыз 850-ден. Смолдан барсам 815 теңге. Бұлай бағасы арзан екен. Енді Смол сіздердің осы клиенттеріңіз көбейіп жатыр. Сондықтан жаңағы кішкене жеңілдік, бағаны ырықтауды қарастырыңыздар. Қызметкерлеріңізге, әсіресе қарапайым қызметкерлеріңізге жалақысына үстеме қосу, соларды қарастырыңыздар. Егер тексерсеңіздерде де сондай товарлар шығады, соны түзеңіздер. Мемлекет тілге жаңа күй қоя салу, бүй қоя салу, алдай салу емес, халық ақымақ емес, соны нақты іс-шаралар жасана. Және мен Магнумға қатысты айтайын, коллективный договор басқасын қарайын деп едім, ол жабық екен. Бірақ анау мәліметтер тек қана орыс тілінде. Сондықтан Магнумның жұмыскерлеріне қысқартып шығартып жатса, еңбек заңнамасын кәдімгідей қысқартып төлем ақысын жасасын, және келісім шартқа бойынша жайдан жай арыз жазып өз қолымен шығарып жүрмесін.